Қазақстан экономикасының басты бағыттарының бірі өңдеу өнеркәсібі. Ол соңғы уақытта ел экономикасының қозғаушы күшіне айналды. Өсу қарқыны бойынша өндіру өнеркәсібінен де асып түсті. 2020 жылы өңдеу саласының Қазақстанның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 13%-ды құрады. Жыл сайын бұл саланың бірі құрылыс материалдарын өндірудің өзі республиканың жалпы ішкі өнімінің 6%-ын қамтып отыр. Бұл салада оң даму динамикасы байқалады. Оның көрінісі халықта сұранысы бар түрлі мемлекеттік тұрғын үй, инфрақұрылымдық жобалар пайда болуы, сонымен қатар үкімет қолдауы да орын алуда. Қазақстанда металға жатпайтын минералды өнім өндірісінің тапшылығы сезіледі. Оның өзі импорт көлемімен жабылып отыр. Соған қарамастан құрылыс материалдары саласының даму әлеуеті мықты. Бұған ауқымды шикізат базасы да ықпал етеді. Бүгінде басты стратегиялық міндеттердің бірі ел ішінде шикізатты қажетті көлемде қайта өңдеу, сонымен қатар өндіріс көлемін ұлғайту. Қара және түсті металл өндірісі қайта өңдеу саласының басты бағыттары секілді экономиканың басым секторы ретінде анықталды. Қазақстан инвесторлар үшін керемет мүмкіндіктер ұсынып отыр. Жақсы шикізат базасы, мемлекеттік қолдау, сонымен қатар еден жабындары, керамикалық өнім, минералды мақта тақталарын, сэндвич панельдері және тағы басқаларының өндірісі бойынша жобаларды жүзеге асыру үшін дайын инвестициялық ұсыныстар. Бұдан басқа, индустриалды дамудың тағы бір драйвері жеңіл өнеркәсібі. Қазақстан ТМД және Шығыс Еуропа елдерінің ауқымды нарығына өз өнімін жеткізе алады. Мәселен, мақта өндірісінің мықтылары Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан нарығы да қолжетімді. Бай ресурстық база, тиімді географиялық орналасу, ауқымды мемлекеттік артықшылықтар саланы шетелдік капитал үшін қызықты етеді. Қайта өңдеу өнеркәсібін жүйелі қолдау үшін елімізде 24 индустриалды аймақ жұмыс істейді. Әлеуетті жобаларды жүзеге асыру барысында инвесторлар бірнеше салық түрі және міндеттерден босатылады. Шексіз мүмкіндіктер елі Қазақстанға қош келдіңіз.